Сәлем достар, мен Астана қаласындамын қазір сізге жаңа ашылған мешітті көрсететін боламын. Мынау жаңадан ашылған мешіт Астана қаласында. Бұрынғы экспо территорияға жақын орналасқан. Айналасында осындай алаң бар. Бәрін андай брусчатка салған, мрамор. Міне жан жағы саябақ. Ана жерде экспо көрінеді, анау жақта. Бұлай енді мешіттің өзі 4 мұнарасы бар. Өте ұзын. Куполдары бар, көп куполдар. Мынау ең үлкен мешіт. Тек қана Қазақстанда емес, ТМД елдерінде, Орта Азия елдерінде қазіргі таңда ең үлкен мешіт болып саналады. Керемет салынған. Ашылу рәсімі жақын арада өткен. Салтанатты түрде шілде айында 2022 жылы. Қазір біз мешіттің сыртында жүрміз. Шетелден келген қонақтармен бірге жүрміз. Қасымда жүрген. Қазір ішіне кіретін боламыз. Міне осындай кіретін есігі үлкен. Мынау жабық екен. Басқа жерден қазір кіреміз. Мұнарасы мынандай өте биік. Әзірет Сұлтан мешітінен әлде қайда биік орналасқан мұнара. Мына жерде фонтан сияқты. Жанында міне мынау мрамор шығарды. Мынандай нелері бар, ою өрнектері бар қабырғаларда. Керемет. Мына жерде лавочкалар орналасқан. Тұратын жерлер жан жағында. Қазір басты кірісті көрсететін боламын сіздерге. Мына жерде мынандай алаң бар, каскад бар, фонтандар. Мына жер үлкен, мынандай аллея бар, кіретін жолы. Бұлай барып мешітке кіретін мына жерде. Бұлай. Сыртында арабша жазылған Құранның сөрелері шығар. Мына жерде есіктері мынандай үлкен. Қабырғасында осындай жазу бар. Елорданың жаңа рухани кешені Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті идеясы бойынша іскер топтар өкілдерінің қаржысы есебінен бой көтерді. 2019 жылы 18 наурызда ислам әлемінің аса маңызды орталықтарының бірі болуға тиіс мешіттің іргетасын қалады. 22 жыл 12 тамыз күні ашылды. Міне мынау басты есік. Кірейік. Мына жерде неке залы. Қандай әдемі де. Жаңа мешіт қандай әдемі. Төбесі мынандай. Бәрі аппақ. Іші керемет.
Адам көп ішінде. Жан жақтан келген туристер, адамдар. Бұлай лабиринт сияқты жүруге болады. Әр түрлі залдар біріне жалғасады. Эскалатор бар, мына жерде әлі ашылмаған қабырғалар, гүлдер. Мына жерде намаз оқитын жер, солтүстік дәретханалар деп тұр, оңтүстік дәретхана. Бұлай зал, кіретін зал. Бұлай кіруге болады. Көрейік де. Так. Мешіт. Аяқ киімімізді шешеміз мына жерде. Бұлай кілемнің үстімен жүреміз. Тазалап жатыр. Шаңды соғырып. Мына жерде үлкен зал, қандай әдемі. Өте керемет. Өте керемет. Вау. Не деген әдемілік, не деген сұлулық. Қандай сәулет. Ең күшті сәулетшілер мынаны жасады. Адам деген толып тұр. Екінші қабат бар. Мына жерде қазақтың ою өрнектері. Бұлай. Үй, қойыш, қой. Қабырғада арабша жазулар. Мен өкінішке орай арабша оқи алмаймын. Кім арабша білет, оқи алады. Төменде пікірде жазыңызшы, не деп тұр қабырғада, егер осы жерден көрінсе. Мағынасы не? Бұл Алланың 99 аты ма, әлде Құраннан алынған сөрелер ма, аяттар ма? Не жазылып тұрған? Төменде осы бейнебаян астына жазып жіберіңіз. Білетін болсаңыз. Люстра осындай. Керемет. Керемет, мен өзің таң қалып тұрмын. Әзірет Сұлтан қандай әдемі болса да, мынау жаңа мешіт Әзірет Сұлтаннан әлде қайда асып түседі. Көркемділігі жағынан, сәулеті жағынан, барлық жағынан асып түседі. Төбесі осындай, шамдар, периметр бойынша. Керемет, міне адамдар намаз оқып жатыр мына жерде. Керемет. Біздің сапарымыз мешітке бітті. Енді мен шықтым далаға. Сізге менің баяндамам ұнады деп үміттенемін. Мешітке келіңіздер, дұға тілеңіздер, сыйыңыздар. Бәріне рахмет. Осы бейнебаянға лайк қойыңыздар.